Jamal and Ganja. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Алдарыңызда «Ми әңгіме» подкаст жобасының кезекті шығарылымы. Бүгінгі сұхбатымыз да қонақтарымыз да ерекше жандар. Күнделікті өмірі қауіпке толы, адам және барша қоршаған ортаның тыныштығын күзетіп отырған жандар. Ауданымыздың төтенше жағдайлар бөлімінің инженері Мусалимов Мадияр және өрт сөндіруші Оспанов Қанағат. Сәлеметсіздер. Қанағат мырза, Мадияр мырза, шақыртуымызды қабыл алып, уақыт тауып келгендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күндеріңіз қалай басталды? Көңіл күйлеріңіз қандай? Көңіл күйлеріміз жақсы. Бүгінгі күн жақсы жағынан басталды. Мадияр мырза, сіздің көңіл күйіңіз қалай? Да, сегодняшний день начался спокойно, без происшествий, самое главное. Жалпы сіздер осы салаға қалай келдіңіздер? Бала кездеріңізде кім болуды армандадыңыздар? Салаға бала кезімізде армандап, өрт сөндіруші болуға армандадым. Бала кезде өрт сөндіру бекетіне келіп жүрдік. Сол кезде көріп жүрдік, қалай екен, кім қалай жұмыс істейді екен. Сондықтан осы саланы таңдадым. Отслужив армию, срочную службу завершив, я походил на гражданских работах, различных, так сказать. Потом знакомый посоветовал, сказал, хорошие условия, обеспечение. Так и пришел, посоветовался, помогли устроиться, направляли. Так вот и работаю уже год, в пожарке работал, сейчас перевелся в отдел чрезвычайных ситуаций района Акулы на должность инженера. С детства мечтал в госорганах работать. Еще не определился в детстве. Думал сначала милиция, потом пожарная. Детство было. Вот сейчас работаю здесь. Жалпы негізі келеріңіздің сол бала кезгі армандарыңыздың бірі орындалды десек қате емес, өйткені келеріңізде жаңағы кішкентай кездеріңізден бастап елге, енді бұлай қарап тұрсаң елге қызмет қой бұл да, сол армандарыңызға жеткендеріңізге қуаныштымыз. Жалпы Мадияр мырза, қазір енді жаз мезгілінде енді шомылу мезгілі басталды, маусымы. Жалпы судағы қауіпсіздік жайлы айта кетсеңіз, шомылу маусымы барысында қандай қағидаларды қарапайым адамдар неден сақтау керек? Есть ряд специальных правил безопасности на водоемах. Мы каждодневно совершаем рейды по населению на водоисточники, даже лесные территории. Предупреждаем о всяких различных безопасностях, раздаем памятки. Есть безопасный пляж, памятка, расписано, какие тут необходимо соблюдать правила, чего нельзя делать, что можно. Например, нельзя заплывать за буйки, на неизвестных водоисточниках купаться, потому что могут быть различные случаи, на дне осколки, металлические предметы, что может повлечь ранения, травмы, даже смертельные исходы. Все возможно. Например, вчера совместно со спасателями города Павлодар прибыли и аким района Акулы обследовали пляж наш, провели чистку. Можете с видео, фото ознакомиться в нашем инстаграме ОЧС Акулы. Вытащили много различных предметов, которые могли привести к последствиям неприятным. Также могу посоветовать не заплывать на глубину, глубину более 3 метров, не оставлять детей без присмотра. Потому что, дети, там может быть течение, их может унести, не досмотреть. Поэтому обязательно надо контролировать на водоисточниках детей. Также не распивать, главное, не распивать алкогольные и спиртные напитки. Потому что, как показывает практика, большая часть происшествий
Это из-за алкогольных напитков. Сіздердің жұмыс барысында есте қалған қауіпті оқиғаларды айтып кетсеңіздер. Жұмысқа түскен бетте бір жарты жыл өткеннен кейін Бесқарағай ауылында өрт болды. Тұратын үй жанды. Сонда түнде шықтық біз. Түнде барған кезде ішінде адам қалып қойған. Сол ең бірінші қайтыс болған адам. Соны алып шыққан кезде өзімде сондай бір денем түгелі бірдеңе болып бірінші рет көргеннен кейін. Ал қауіпті десек, Қарағалы ауылында тұрғылықты үй жанды. Сонан газ баллон алып шықтым. С моего опыта, недавний случай, скажем так, в городе я еще работал, загорелся магазин, но он старого типа, еще с советских времен построенный. Они легко воспламеняются и огонь быстро распространяется. На данный вызов выехали несколько частей, чтобы потушить. Часов 6, наверное, тушили. Потом далее дня 3 оно еще тлело. Приходилось выезжать, тлеющие участки тушить, чтобы в дальнейшем не распространилось ветром какие-то тлеющие куски, искры, угольки. В общем, это заняло целых 4 дня. 4 дня, 4 ночи. Работал целый город. Ал жалпы енді жұмыстан бос уақытта кітап оқисыздар ма? Ең соңғы оқыған кітаптарыңыз қандай? Из последних книг, я бы сказал, я читал «Пожарная безопасность», так как я только вот перевелся в данный отдел ОЧС района Акулы, поэтому мне приходится изучать дополнительно для себя литературу, связанную с нашей работой, потому что я работал немного в другом направлении, сейчас уже другое направление. Поэтому для себя нужно знать определенные акты, права, законы, изучать. Вот. Сіздеріңіз осы Аққулын тумасыздар, иә? Иә. Қанағат мырза, ең соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Әбділда Тәжібаевтың «Аралдар» деген кітабын оқыдым. Жалпы осы тұста айта кету керек, негізі біздің кітапханаға қазіргі таңдағы оқырмандардың сұрауы бойынша келетін көптеген кітаптар бар. Психология жанрында, сонымен қатар жеке даму және де көркем әдебиет сынды жаңа кітаптар келген. Осы уақыттарыңызда келіп алып оқысаңыздар болады. Жақсы. Біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетіп келе жатыр. Біздің оқырмандарымызға, осы онлайн оқырмандарымызға айтар тілектеріңіз болса. Тілектеріміз өрт қауіпсіздігін ең бірінші сақтау. Суға барып түскен кезде абайлап түсу. Ата-аналарсыз суға бармау. Сол айтып кететініміз. Я посоветовал бы при возникновении пожара уже, если такое случилось, не впадать в панику, главное, и позвонить в службу спасения. Сохранить спокойствие. Да. Ал сіздерге жұмыстарыңызға жеңілдік, денсаулықтарыңызға саулық тілейміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз. Jamal and Ganja. Me and me,